Ері әйелін сыйласа, ердің бақыт тапқаны. Ерін елі сыйласа, әйел бақыт тапқаны. Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық. Жақсы қатын жүн қарыз алады, жаман қатын су қарыз алады. Жаман қатын байына жалғыз атын сойғызар, жақсы қатын жолдасын жоқтан құрап тойғызар. Ерге жаққан қатын елге де жағады. Салақ қатынның үйінен сабақты ине табылмас. Әйел ашуланса жеңілет, еркелесе жеңеді. Еріңді қорғаймын десең, алдымен қызыңды тәрбиеле. Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді, жаман әйел жақсы еркекті жүдетеді. Жақсы әйел ері ұялар іс қылмайды. Судың түбін шым бекітер, даудың түбін қыз бекітер. Қызыңды тәрбиелегенің, ұлтыңды тәрбиелегенің. Жақсы әйел тең жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас. Заман бұзыларда әуелі әйел бұзылады. Жақсы әйел жарының жақсылығын асырар, жамандығын жасырар. Әйелдің қулығы 40 есекке жүк. Еркек түз сақтайды, әйел үй сақтайды. Ердің асылы күшінен білінеді, әйелдің асылы ісінен білінеді. Қатыны көп үйдің қонағы аш қалады. Жібекті күте алмаған жүн қылар, қызды күте алмаған күн қылар. Абысының барда күндесің жоқ деме. Әйелдің 4 түрі болады. Бірінші, ниеті қураған әйел, екінші, ынсапсыз әйел, үшінші, үйдің құты болған әйел, төртінші, кесір әйел. Үйінің құты болған әйел даладан қонақ келсе, үйінде ері болмаса да, оған сусын беріп, дәмін алдына қояды. Ынсапсыз, қанағатсыз әйел таңертең төсегінен тұра сала, беті қолын жумастан үйіндегі тәуір астың бәрін өзі теріп жеп, аузын томпайтады. Бір шелек айранды басына көтеріп, қарынды қампитады. Содан соң, қараң қалғыр, мен осы үйге қалай душар болдым, бір күн қарным тойып ас ішпедім деп. Одан да ерім өліп қалса, біреуге тисем бәғым ашылар еді дейді. Салақ әйел, ондай әйел төсегінен тұрған соң беті қолын жуып, шатырдың о шеті мен бұл шетіне қарайды да, күбіні апыл-ғұпыл пісіп, содан соң шу етіп ауыл кезіп түс қайта үйіне оралады. Мұндай әйелдің үйі ұрланып, қазан аяғын ит жалап, сиыры мөңірейді. Ең соңғысы адам тілін алмайтын кесір әйел. Мұндай әйел үйіне қонақ келіп, ері нан әкел жей, қонағың да жесін десе, үйде піскен нан жоқ деп ерінің салп еткізеді. Онда барыңды әкел десе, не сандырақтап отырсың, үйіңнің әлдеқашан мазарға айналғанын білмеймісің деп. Дастарханымды жемесе басқа берерім жоқ деп безден қағады. Әйел біткеннің ең жаманы да осы. Қыздарға өсиет. Жаныңдағы кісімен жарыса сөйлеме. Жалғыз өзің қыдырма. Дарақыланып күлме. Өтірік пен өсекке үйір болма. Ұрлық қарлықтан ада бол. Қызыл іңірде жатпа. Түске дейін ұйықтама. Кісі алдында киім ауыстырма. Үлкеннің жолын кесіп өтпе. Әйел жерден шыққан жоқ, ол да еркектің баласы. Ерлер көктен түскен жоқ, әйел оның анасы. Бәйбіше құдай бұйрығы, тоқал иттің құйрығы. Төркіні жақынның төсегі жиылмас. Алды қатын асқа барса, әр қайсысы мұңын айтар. 6 ұл тапқан әйелді ханым десе болады. Аға деген жігітті інім десе болады. Жақсы әйел жігітке біткен бақ. Жақсы жер, жайлы қоныс, алтын тақ. Әйелдің күші аз, айласы көп. Жаман еркек той бұзар, жаман әйел үй бұзар. Бұлт шығып жаңбыр жаумайды, жер далдайды, әйелдердің айлакері ер далдайды. Әйеліне сескенген ауылдасына шай іш демейді. Құрметті тыңдарман, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.